ақша деген үлкен енеде болу керек, жалпы өйткені ене деген ол өмірде өйткені үлкен жоқ, Ашахан үлкен адамдар өмірде деген андай несі бар ғой, тәжірибесі көп. Мысалы сен сияқты жас бала сияқты берсе оны қалай болса сен бауырым, сен өзің айнаға қарамадың ғой деймін осы уақытқа дейін, да? Екеуміз каждый раз енеге барып ене маған ақша беріңізші деп мама деп звондап жүрейік, әрі мынандай болып қалды. Ене сап жүресің бе, не істейсің? Ашахан үйде жалпы бізде ақшаны әкем ұстайды да. Бізде бюджет орталай. Мен туысқандардың көбісіне орталай. Сен стилің күшті екен. Сен өзің істей қойшы сонда, ше, енеңе соны. Жалпы сен де қай енең айтып тұрсың сен? Әйеліңнің енесі ма, или өзің айтып тұр, мамаң айтып тұрсың ба? Жоқ, мен қыздың енесін айтып отырмын. Сол қыздың мамасына берейік, бүткіл ақшаны ене істеу ғой деп. Сен мына жерде шай клубын болып отырсың ба еді, конкретно сен сөзің парқына. Сен парқын